Hürmetli jurnal katılımcılar, ben atım Kayrat, familiyam Uzak, Milliy bank kanegesimen bugün Öksürüyonda yarmarka ötkөрүү rejistrirgenede soğunca keldik. Endi bize de kreditler boyunca tanıştık ödüyorum ben. Aslında jumussuzlarga kredit ajratamız mahalledegi 23%'den 18 ayga verildi. Her ayına 665 bin so'm to'lanadi. Şu kadem sifatında 10 milyonga chegin baksanız bu 300 bin so'm страхование ustup kaladi. 9 milyon jütüt sizin plastinizge түсүп beriladi. Сол пластиктен қалеген магазинге барып, қалесеңіз банкоматлардан нақылап алып, нақ суда затынан ала берсеңіз болады. Қосымша айтып өтетін болсақ, егер де үйде адамдарда правасы бар, бұл жұмыссыз болатын болса, біздерде автокредиттерден беріп басылады. Жұмыссыз адамдарға беріледі. Бұмада баслangıç 30% салсаңыз, қален салоннан қален екілемші базар, яғни машин базардан алып болса да ала берсеңіз болады. 30% салсаңыз кредит сізге 25%-дан 4 жылға ажыратылады. Бұған қосымша кейбір талап етілмейді. Баслangıç төлем страхование болып есептелінеді. Ең тигарғы мақсат бұмада жұмыссыздарды жұмыспен бәнт қылу һәм сол арқылы кәмбағалдықтан шығару болып есептелінеді.